Ояндың ба, Бекзат? Сен кімсің? Мен неге мұндан? Сені мұнда мен емес, мына сенің күнәларың алып келді. Қашан қоса жүре берем деп ойладым. Күнәларың жайында өзім айтайын ба? Әлде өзің айтасың ба? Сен мен білмейсің. Мен түсінбейсіңдер. Мен сені түсінем бе, түсінбейм бе? Ол маған қызық емес. Маған сенің күнәларың ғана қызық. Сен мен түсінбейсің. Мені мұнда қалай алып келдің? Соған жауап бер. Қалай келгенімде шаруаң болмасын. Кейін біле жатарсың. Тірі қалсаң әрине. Сенің қай күнәңнен бастайын? Мектепте істегенің есіңде ме? Меруерт, не алып тұрсың? Кетші мазамды алмай. Опа, Әкел. Сен қайдан алдың? Әкел, бұны апам берген. Апаң ба? Базар жоқ, апаң бай екен қойсың, ема. На, маған бере салсаң, жараспайды. Хорошо? Әкел! Сен сол күміс білезікті ломбардқа өткіздің ғой, Апасы сыйлағанына да қарамадың. Сол ақшаға не алдың өзі? Бір адамның кесірінен бүкіл қыздарға жек көрініштен кеттім. Ол күн маған өте ауыр болды. Что там, братишка? Что такое? Қазір барам мен. Сен ол баланы ұрғаннан кейін оның жағдайы қандай болған білемісің? Байғұс комада бір ай жатты. Өлтіріп қоя жаздапсың. Анасы жылап қалды. Сен оған қандай адам екен білмейсің. Ол сенің досың емес пе? Ондай досқа ұзыннан қойдым. Болмайтын жерден бір баланың өліміне себепкер болып қалды. Ал бейшара бала аяқ астында көз жұмды. Мен бұрын өзім районыма елі кеткем. Қасымдағы досым бір районмен төбелесіп оңбай жеңіліп қалды. Кейін бір жері ашығаннан балаларды жинап сойаққа тартылды. Сол кезде бейтаныс бала өлді. Мен оны сол үшін ұрдым. Қалай кінәласаң да өзің біл. Маған бәрібір. Жарайды. Дұрыс жасапсың. Бірақ маған мынаны айтшы. Қыздарды не үшін жек көресің? Сол күні мен оны басқа біреумен көрдім. Ол мен көзіме шөп салып жүр.
Сен сол кезде ол баланы неге ұрмадың? Қыздың өзінше абыройын сүргім келмеді. Сен абыройға қарайсың ба? Не өтірік періште болып тұрсың? Әлде ұрғаныңды білмей қалады деп ойладың ба? Иә, мен оны ұрдым. Бірақ оның да сұрауы бар. Тоқта. Сен сонда екі сөйлеп тұрған жоқсың ба? Жоқ. Ана екеуін көрген кезде ол балаға жыным келген жоқ. Бар ашу іңкәрда болады. Іңкәр бәрінен әлі. Бекзат? Сен Іңкәрдің бұрынғы жігіт емес пе едің? Сен кімсің? Мен Іңкәрдің сіңілісімін. Я, білем, екеулерің бұрын жүрдіңдер, бірақ менің қазір айтатыным ол емес. Іңкәр қазір қатты қиналып жүр, түсінші. Оның көзінен, қолынан көгерген іздер байқап қалдым. Маған бәрібір іңкәрда. Бекзат, сен ондай жігіт емес едің ғой. Көмектес өтінем, оған тек қана сен көмектесесің. Адресін берші маған. Мен ол жағын білмеймін, бірақ олар бүгін саябақта серуендейді. Қай саябақ? Екінші саябақ. Мейлі, жүрсе жүре берсін. Бірақ қызды ұрғызып қалай қарап тұрам. Мені қалай ұрсаң да, қалай жазаласаң да маған бәрібір. Әлі сенің өз сұрауының жауабы бар. Берет. Сен мен ойлағанда жаман адам емес екенсің. Бекзат. Мен саған бір мүмкіндік берем. Жақсылап пайдалан. Ояндың ба?